Іс жүзінде Қостанай өңірі Қазақстанның ұн тарту орталығы болып табылады. Қостанай облысында өндірілген ұн сапасы үздік. Бұл тек Қазақстанға ғана емес, бүкіл әлемге белгілі. Әрине, ұн тарту кәсіпорындары осы аймақтағы кәсіпорындардың сыни саны. Бұл кәсіпкерлердің көп бөлігі. Өте терең жұмыс істейтін, терең ойлайтын және даму бойынша іс жүзінде әлем бойынша алдыңғы қатарда тұратын бөлігі. Түркиядан басқа. Түркия қазір әлемдік ұн саудасы бойынша көшбасшы болып саналады. Қостанайда кәсіпорындарда ең заманауи ұн тарту жабдықтары орнатылған. Оны назарға алу керек. Бұл ұн тарту кәсіпорындарында инвестициялауға мүмкіндігі бар, қаржыны реинвестициялауға ресурстары бар дегенді білдіреді. Біз ұн тарту кәсіпорындарымен бірге нарықта нығайтуға көмектесетін нақты шараларды анықтадық. Шараның бірі ұн өндірушілер үшін алаң болатын технологиялық орталық. Ұн тарту кәсіпорындармен бірлесе, оларға технологиялық алаң қажет деген пікірге келдік. Технологиялық орталық ақпарат алмасу үшін және осы алаңда үздік ұн тартуға арналған жабдықтарды өндірушілердің қатысуы үшін арналған. Бұдан басқа, міне, осындай технологиялық орталықтың базасында қазір ұн тарту кәсіпорындарында бар жабдықтарды диагностикалау және ағымдағы жөндеу бойынша сервис орталық құру көзделіп отыр. Өйткені бүгінгі таңда ұн тартушылар өндірушіден, яғни шетелден мамандарды шақыруға мәжбүр. Олар жұмысты аз мөлшерде істеп кетеді. Жыл сайын осындай мамандарға жұмсалатын шығындар динамикасы өсіп келеді. Бұл ретте Қостанай қаласында осындай қызметтер үшін IT мамандарды дайындайтын ауыл шаруашылығы жоғары оқу орны бар екенін ескеру қажет. Сәйкесінше, біз студенттермен ұн тартушыларды жолықтырдық және қазіргі таңда осындай технологиялық алаң үшін шешім табуға тырысудамыз. Менің ойымша бәрі қолымыздан келеді. Себебі бұл жағдайда ұн тарту кәсіпорындарының мүдделері орындалады. Сонымен қатар бұл сала IT саласындағы дарынды, қабілетті балаларды өзіне қалдырады. Тағы бір бағыт, ол әрине қазіргі ұн тарту кәсіпорындары экспортқа шығуда өте үлкен қиындықтарды бастан кешуде. Нарық тарылып жатыр. Бұл бәріне белгілі. Өзбекстанның нарығы ұн тартушылар үшін азайды. Сонымен қатар ол астық өндірушілер үшін кеңеюде. Қытай нарығы шығуға өте қиын, бірақ ұн тарту кәсіпорындар үшін өте қызықты әлеуеті нарық. Кластер ұн тарту кластерлік бірлестігі. Ол азық-түлік өнімдері бөлігі бойынша Қазақстанның қуатты ойластырылған экспорттық саясатын қалыптастыру бойынша жұмысты үйлестіруге көмектеседі. Сонымен қатар кластер ұн тарту кәсіпорындарына әлемдік нарыққа интеграциялануға, экономикалық күрделілік индексі анағұрлым күрделі тауарларды өндіруге көмектеседі. Бұл туралы бәрі біледі. Үлкен өзгерістерге көшу. Бұл кластер үйлестірушілердің жұмысы және ұн тарту кәсіпорындары оған қызығуда. Бұл сөзсіз. Бірақ қазіргі уақытта Қазақстанда экономика министрлігінің және Қазақстандық индустрияны дамыту институтының қолдауымен кластерлік қоғамдастық құрылуда. Кластерлік қоғаммен Қостанай облысы дәнді дақылдарды қайта өңдеу бойынша пилоттық жоба ретінде таңдалды. Бұл ұн тарту кластер деп аталады. Бұл кластер бейінді ведомстволарға, үкіметке белгілі бір мәселелер бар екені жеткізу үшін құрылуда. Қазіргі уақытта біз Қостанай университетімен, Қостанай колледжімен бірлескен жұмыс жүргізудеміз. Әр түрлі өндірістік мамандарды диірмендермен жұмыс істеуге, диірмен жабдықтармен жұмыс істеуге, сондай-ақ механикалық автокөлікпен, зертханалық жабдықпен жұмыс істеуге тартудамыз. Біріншіден, сізде бапталған жұмыс процесіне жас мамандарды оқыту оңай. Екіншіден, бізде жас мамандарға жол беріп, жастарды қолдау бағытында қолдау көрсетілуде. Біз мұны негізгі критерийлердің бірі деп санаймыз. Сондай-ақ ынта, жігер. Бірінші орында адамның жұмыс істеуге құлшынысы. Мысалы, біздің кәсіпорында бірдей үлгілер бар. Адамдар әртүрлі жұмысты атқара алады. Егер адамның ықыласы болса, біз оны оқуға жібере аламыз. Қазақстанда ұлттық экономика министрлігімен бірге кластерлік саясат құрылғаннан бері біз университет жанындағы сандық хабпен жұмыс істеу бойынша мәселелерді пысықтай бастадық. Сондай-ақ біз сол жерден электрика мен зертханалық жабдықтармен бізге көмектесе алатын IT технологияларды дамыту тұрғысынан жас қызметкерлерді тарта бастадық. Біз көрдік, біз кейстер өткіздік. Ұлттық экономика министрлігімен бірге тренингтер өткіздік. Онда біз көшпелі кластерлік тренингтерге қатыстық. Қателеспесем, 5-6 кластерлік тренинг.
Біз сондай-ақ Стамбулға, Конияға, Анкараға барып, әр елдің тәжірибесін көрдік. Біз диірмен кәсіпорындарын, жабдықтар шығаратын кәсіпорындарды көрдік. Бұл кәсіпорындардың жоғары оқу орындарымен, бір-бірмен және клиенттермен өзара іс-қимылын көрдік. Қазіргі уақытта Қостанай облысында осы кластерлік қоғамдастық мүшелерінің саны аз. Егер қателеспесем, қауымдастықтың 3-4 мүшесі. Бұдан әрі кластердегі бірлескен жұмысты дамыту үшін осы қауымдастықтың мүшелерінің артуын көргім келеді. Менің ойымша, бұл қауымдастықтың келешегі мен болашағы мемлекеттік қолдаудың арқасында үлкен болады. Егер кластерлік саясат ел үшін дамитын болса, жалпы алғанда жаман болмайды деп ойлаймын. Менің ойымша, бұл соңғы тұтынушыға, соңғы сатып алушыға әсер етеді. Сізге, басқа адамдарға әсер етеді. Өйткені кластерлік саясат ұн тартушылар үшін, бұл өнімді қайта өңдеу үшін немесе сөреге беретін кәсіпорындар. Мұның бәрі бағаға әсер етеді. Егер кәсіпорындар үшін жұмыс істеу оңай болса, кластерлік саясатқа да жағдай жасалатын болса, менің ойымша, шығын аз болады және соңғы тұтынушыға әсер ететін болады. Жыл сайын Қазақстанда шамамен 14-15 миллион тонна астық өндіріледі. Оның 2-3 миллионы дайын өнім түрінде, ұн түрінде сыртқы нарықтарға экспортталады. Қалған бөлігі шикізат түрінде сатылады. Қалған шикізаттың бәрі осында өңделгенін қалар едім. Өйткені әлемдегі ең үздік астық өндірушілер Канада, Австралия және Қазақстан болып табылады. Сондықтан басқа астық өндірушілермен салыстырғанда бұл артықшылықты пайдалану керек және ұн өндіру мен қайта өңдеу қарқынын арттыру керек. Өйткені Қазақстанда өндіріс бола тұра әр диірменде жаңа жұмыс орындарын ашу керек. 250-ге жуық адам диірменде жұмыс істейді. Егер Өзбекстан мен Ауғанстандағы біздің бәсекелестерімізбен салыстырсақ, Қазақстандағы шығындар әлдеқайда жоғары. Электр энергиясы жоғары болғандықтан, қызметкерлердің жалақысы жоғары, логистика қымбат. Көрші Өзбекстанда мысалы, логистика мен электроэнергия арзан. Сондықтан бізге көршілерімізбен бәсекелесу өте қиын. Импорттаушы елдер Қазақстанды елемейді, Өзбекстанды таңдайды. Қазақстан бұған назар аудару тиіс. Электр энергиясының бағасы төмендеуі тиіс. Әрине, біздің өндірістің артықшылығы сапа. Осының арқасында өзбек нарығына ұн сатуға мүмкіндігіміз бар. Бірақ өзбектер де орында тұрмайды. Олар жаңа диірмендер салып, технологиялар енгізуде. Бүгін біз 2-3 жылға алда тұрамыз. Бірақ алдағы уақытта олар біз қазір өндіретін сапаға ие бола алады. Бүгінде Қазақстандық индустрияны дамыту институты бізді ұн өндірушілерді біріктіруде қолдау көрсетуде. Және бұл бір орыннан алға жылжу. Бірінші қадам. Алдағы уақытта форумдарда біздің ұстанымымызды жеткіземіз деп үміттенеміз. Жаңа маусымның басталуына 4 ай қалды. Осы кезеңде оң өзгерістер болады деп үміттенемін. Bir yere toplayıp problemlerimize başladık. Bu da iyi bir başlangıç bizim için. En azından bir yerden başlamış olduk yani. Центр Бұл біздің ұн тарту кәсіпорындарына қызмет көрсету орталығы. Олар қолданатын жабдықтар мен технологияларға байланысты. Ол сервиске байланысты қызмет көрсетуді, сондай-ақ жөндеуді талап етеді. Технологиялық орталықта жұмыс істейтін маман біздің ұн тарту кәсіпорындарынан алдын алу, қызмет көрсету, жабдықтарға қызмет көрсету, оны жөндеу бойынша өтінімдер қабылдауға дайын. Кәсіпорынды жаңғырту және оның жұмысының тиімділігін жақсарту үшін қажетті жаңа технологиялық шешімдерді енгізу бойынша өтінімдер қабылдайды. Сондықтан да осы орталықтың қажеттілігі осы кәсіпорындардың жұмысымен расталады және оның университет базасында тәуелсіз орналасуы бұл оның жұмысын ынталандырады деп ойлаймыз. Мұнда да біздің көптеген кәсіпорындарымыздың мәселелерінің бірі кадрлық проблема болып табылады. Ал университет базасында қазір мамандарды, соның ішінде ұн тарту өнеркәсібі бойынша технологияларды дайындау жүріп жатыр. Олар кәсіпорындармен жұмыс істей отырып, өз дағдыларын жетілдіре алатын болады. Жаңа жабдықтар мен жаңа технологиялар бойынша қосымша құзыреттерді алады. Университет қабырғасынан шыққан соң, дәстүрлі жабдықтарда да, инновациялықта да жұмыс істей алатын мамандар дайын бола алады.
Студент үшін ең басты ынталандырма оның болашақ жұмысқа орналасуы. Бұл жерде ол әлеуетті жұмыс берушілермен тікелей кездеседі. Олар оны іс жүзінде көреді, тіпті университетті аяқтамай жұмысқа шақыра алады. Они могут его уже приметить и пригласить себе на работу.